университетінің кішкене тарихы туралы айтып кетейін. Кішкене өзімізде қобалжып тұрмыз, бірінші рет келіп, бірінші рет оқушыларды алып келіп жатқандықтан. Жалпы осы қысқаша мәліметті айта кететін болсақ, осы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ең алғаш рет өз студенттерін 1928 жылы 1 қыркүйекте өз студенттерін қабылдап, ең алғашқы Қазақстан бойынша, қазақ елі бойынша ең алғашқы ашылған университеттердің бірі болып табылады. Яғни, педагогикалық бағытта 3 түрлі факультеттері алғашында жұмыс жасаған болатын. Оларды атап өтетін болсақ, физика, математика, жаратылыстану және де лингвистика, педагогика. Қазіргі таңдағы біздің оқып жатқан факультетіміз, институтымыз осы бұрынғы лингвистика, педагогика, қазіргі филология институты болып табылады. Жалпы мынау музеймен барлықтарыңыз танысып қарап отырсыздар, барлығы жаңағы ағайдың айтуы бойынша таныс, шынымен мысалға бір домбыра, мына жерде бір адырна, кебеже деп алып қарайтын болсақ, барлығының мәліметтері бізде интернетте тұр, барлығы доступ бар. Қандай қолөнер бұйымдарын алып қарасақ та, біз әртүрлі құрамын, жасалуын, тарихын барлығын өзіміз қарап біле аламыз интернеттен. Сондықтан да ол бір күшті мағлұмат, ақпарат болады деп ойламаймын. Алайда бізге қазір ғана ағай ұсыныс тастап тұр. Бізде 115-ші кабинетте осындай былғардан жасалып жатқан, ағаштан ойылып, тігіліп жасалып жатқан әртүрлі шеберханалардың кабинеті бар екен. 115-ші кабинетке барып, қалай жасалып жатыр, дәл сол жерде біз секілді 3-ші курстың студенттері жұмыс жасап жатыр екен. Соған барып қарап көрейік. Саламатсыздар ма? Менің есімім Талғат Әбіл Болатұлы. Осы көркем сурет факультетінің ішіндегі қолөнер мамандығының және ағаш бөлімінде сабақ беремін. Оқушы бұл жерде қазір 3-ші курс живопись мамандығының қыздары 3-ші курсы сабақ процесс жүріп жатыр. Бұл жерде тек қана ағашпен бұйымдар жасайды. Қазақтың ұлттық аспаптары, әртүрлі үй жиһаздары және керегеге ілінетін көрнекілі заттар барлығын осында қол өнермен жасайды. Таза қол өнермен, ешқандай станок бір нелер пайдаланбайды, бәрі қолмен жасап шығады. Бұл жерде жасалған заттың бәрі осы студенттердің өз ойларынан құрастырып шығарған. Әрбір деталь, оюдың деталі осы студенттер өз ойларынан құрастырып шығады. Біздегі негізгі мамандықтағы осы ұлттық өнерді, қол өнерді дамыту және оған жаңаша көзқарас, жаңа стиль беру, ол біздің негізгі мақсатымыз. Енді өздеріңіз көріп отқандай, бәрі ағашпен, дәл қазір мысалы мұнда істелініп жатқан жұмыс, мысалы жаңа пано деп аталады, жоғары жаққа қарасаңыздар панолар жүріп, соның кішілеу түрлері. Мына жақта жасалынып жатқан мысалы ыдыстардың түрлері. Бәрі қолмен ойылып жасалады. Сонымен қатар бізде бұл шеберхананың осы 30 жыл болды, осы жерде жұмыс істеп жатқаны. Қазіргі Қазақстан Республикасының ең мықты мен деген жұлдыздарының қолындағы музыкалық аспаптарының барлығы дерлік осындан шығады. Осында жасалған, бұрында да осында жасалған, әлі де осында жасалған. Жердегі музыкалық аспаптардың барлығы Қазақстанның ішінде ең жоғары деңгейдегі, ең сапалы аспаптар. Ол жалғыз біздің Қазақстаннан ғана емес, бүткіл шетелден де біздің қазақтың ұлттық музыкалық аспаптары дейтін болсаңыздар, бірінші очередь осы жерге келіп тапсырыс беріп, осы жерден жасатып алады. Мысалы, оның ішінде айтатын болсақ, Секен Тұрысбеков, Қайрат Байбосов, Рамазан Стамғазиев, Мейрам Беспесбаев десе, барлығы осынан домбыра алған, осындағы шеберханадан шыққан домбыралармен, музыкалық аспаптармен жұмыс істеп. Сол сияқты фольклорный, фольклорный ансамбльдер бар ғой, Тұран тобы, Хастақ тобы деген сияқты жастар көп біледі.
тағы да бір айта кететін нәрсе, бұл жерде негізден қалаған осы Қазақстан бойынша қолөнердің және музыкалық аспаптардың дамуына, қазіргі деңгейге жетуіне өз еңбегімен 30 жыл еңбек еткен осында профессор Тұрдықұлов Жолаушы Әбілғазыұлы деген кісі қызмет еткен. Сол кісінің қазіргі мен жалғастырушы шәкіртімін. Менен де бөлек тағы шәкірттері бар. Көптеген Қазақстанда 100-ден астам ол кісінің шәкірттері бар. Қазіргі таңдағы қолөнер шеберлері және музыка аспаптарын жасаушы шеберлерді алып қарайтын болсаңыздар, тек қана осы Тұрдықұлов Жолаушы Әбілғазыұлының мектебінен шыққан және соның мектебін дамытушы шеберлер болып танылады. Қазір Қазақстан жоқтан әлі тірі, арамызда ол кісі қазір 75 жасқа толды. Жақында 75 жас мерейтойын жасаймыз. Осыдан 5 жыл бұрын 70 жас мерейтойын өтті. Болашақтағы еңбек сабағында сіздерде мектептерде өтетін сабақтарға пәнге болашақта кіргізетін боламыз ол кісілерді. Әлі біраз жұмыстар жүріп жатыр. Ол болашақтың еншісінде. Дегенмен де осы ақпаратты айта кеткім келіп сіздерге таныстырып. Тұрдықұлов Жолаушы Әбілғазыұлы Өскеменнің азаматы. Аты Жолаушы, иә? Аты Жолаушы Әбілғазыұлы. Жолаушы Әбілғазыұлы. Біз бәріміз сол кісінің шәкірттеріміз. Және осындағы жаңағы барлық ағаштан жасалатын бұйымдарды негізін қалаған кісі. Мысалы, мына қыздың жасап жатқан жұмысы, мысалы, өзі арқарды қалай елестетті, мысалы, өзіне қалай ұнады, солай ағаштың бетіне бедерлеп, оюлап түсіріп отыр, мысалы. Бұл, мысалы, қарап тұрсаңыздар, ең жоғары деңгейдегі өнер туындысы болар бұлар. Бұл бізде Қазақстанда ғана қазір кішкене қолөнер бағаланбай тұр, бірақ болашақта бағаланатынына сенеміз. Өйткені қазір әлемді алып қарайтын болсаңыз, кез келген дамушы мемлекеттерде қолөнерге қайтадан ақша салып, қайтадан қалыпқа келтіруді, реализмді қалыпқа келтіруді, традицияны қалыпқа келтіруге қолға алуға. Осы экскурсиямыз бізге өте пайдалы болды деп ойлаймын. Өйткені біз музейдегі заттардан бөлек ол жерге баратын заттардың қалай шығатынын, қай шеберханадан шығатынын білдік. Және де осы салада істеп жүрген мұғалімдердің кумирларын білдік десек те болады. Жаңағы ағайдың өзі айтпақшы, Жолаушы деген ағамыз өте тәжірибелі білікті адам екен. Сол туралы өте құнды дерек білдік. Біздің экскурсиямыз бізге пайдалы болды деп ойлаймын. Жақсы, рахмет.